Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. ИРМ Шымкент инста парақшасының оқырмандары. Сіздердің алдыларыңызда көптен бері шықпай кеттім. Әрине, кешірім өтінемін сіздерден. Мен аты-жөнім Есенгүл Василь Мұхаммедказиевна, репродуктолог дәрігер, ИРМ Шымкент орталығында, Шымкент қаласында. Бүгінгі біздің тақырып әрине аяқ астынан шыққан тікелей эфир деп айтса да болады, және де бұл бәрібір осы уақытқа дейін көптеп ойланып келе жатқан тақырыптардың бірі, және де көп сұрақтар қойылып жатқан тақырыптардың бірі. Бүгінгі тақырып біздің жатыр ішілік инсеминация. Осы жатыр ішілік инсеминацияға байланысты сіздер өзіміздің жеке дайректке көптеген сұрақтар қойып жатырсыздар. Сол сұрақтарға біз барынша үлгергенше жауап беріп жатырмыз. Ал енді кейбіреулеріне жауап бере алмай қалсақ, кешірім өтінеміз. Сол себептен қазір мен сіздерге толық жауап берсем, және де жатыр ішілік инсеминацияның көрсеткіштері қандай, кімге арналған, кімге жүргізе аламыз, және де қашан жүргізе аламыз. Ал кеттік. Қосылған болсаңыздар, даусым естіліп тұрса, қол бұлғап қойыңыздар, немесе бір белгі берсеңіздер. Даусым бәрі естіліп тұр ма, бәрі жақсы ма? Оқырмандар, бәрлеріңіз қосылсаңыздар, қазір бұйыртса бастаймыз біздің тақырыбымызды. Және де сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қойсаңыз, сұрақтарыңызды дайындай отырыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Эфирдің соңына дейін бұл сұрақтарға барынша жауап беруге үлгереміз. Және де тікелей эфирдің ұзақтығы 1 сағат, тікелей эфир сақталады. Сіздер әлі де тікелей эфирді өздеріңіз ары қарай көре аласыздар, өздеріңізге сақтай аласыздар. Мүмкін осы тікелей эфирден кейін сіздерде тағы да бір сұрақтар туылуы мүмкін. Соған кейін жекеге жазып, немесе тікелей хабарласып сұрасаңыздар болады. Ал енді кеттік. Жатыр ішілік инсеминация. Жатыр ішілік инсеминация дегеніміз не? Ол қосалқы репродуктивті технологиялардың әдістерінің бірі. Бұл эко бағдарламасы емес. Бұл жаңа айтылып кеткендей қосалқы репродуктивтік технология әдістерінің бірі. Және бұл осы бедеулікке байланысты ерлі-зайыптыларға жасалатын әдіс, емдеу әдісі болып табылады. Бұл жасанды ұрықтандыру әдісі деп те айтса болады. Бұл жыныстық қатынастан тыс, ер адамдар шәуетін өткізгеннен кейін, шәуетті барынша сүзгіден өткізіп, жақсыларын алып қап, жатыр қуысына енгізілетін әдіс. Бұл қай уақытта жүргізіледі? Жатыр ішілік инсеминация әйел адамның овуляциясы кезінде жүзеге асырылады, және де бұл табиғи циклда жасасақ болады, немесе түрленген, немесе модифицирленген, немесе стимуляцияланған циклде осы жасасақ болады. Бұл үшін жалпы бұл процедура деген ол қандай? Бұл процедурасы айтқандай, ерлі-зайыптылар бізге центрға келген кезде, мысалы, ер адамдар өзінің шәуетін өткізеді, біз оны сүзгіден өткіземіз, оны зерттейміз, жақсыларын таңдап алғаннан кейін, бұл бізде өзіміздің таза, стерилді кабинетте жүргізіледі. Әйел адамды осындай гинекологиялық креслода бұған бұл ауру сезімсіз, тез өткізілетін, бірнеше минутта жасалатын, ешқандай наркоз қажет емес процедура. Бұған специально әдейі арналған катетер, бұның бәрі стерилді түрде, және де бұл катетер шприцке кидірілген катетер болып табылады. Осы бізге эмбриологтар дайындап берген сперманы немесе жаңағы шәуетті, олар бізге жаңағы шприцқа жинап беру арқылы, біз катетер арқылы әйел адамдарға біз жатыр мойнынан өтіп, жатыр қуысына оны енгіземіз. Ол жаңағы арнайы шприц арқылы. Және де бұл жатыр ішілік инсеминацияға ең керек шарттар дейді. Немесе қандай жағдайда біз жатыр ішілік инсеминациясын жүргіземіз. То есть шарттар дейді, немесе требование деп айтып атамыз. Бұл ең бірінші орында жатыр түтікшелерінің өткізгіштігі сақталған жағдайда, немесе күйеуінің спермограммасының субфертильді немесе фертильді болған жағдайда осы жатыр ішілік инсеминацияны біз ұсынамыз. Бұларға жатыр ішілік инсеминацияны біз тек қана жолдасының ғана шәуетімен ғана емес, бізде донор шәуетімен де өткіземіз. Донор шәуеті деген бізде арнайы криобанкта сақталған, қатырылған
донорлық спермамен де жүргізілеміз. Оны қазір мен бөліп сіздерге айтып түсіндіремін. Кімге донорлық сперма көрсетілген жағдайда және де кімнің өзінің күйеуінің жолдасының осы шәуетімен спермасымен жүргіземіз. Біріншісі, осы жатыр ішілік инсеминациясының арналған көрсеткіштері кімге біз жүргіземіз? Ең бірінші әйелдерде бедеуліктің цервикальды факторы кезінде жүргіземіз. Және де бедеуліктің бір белгісіз генезінде, бір белгісіз себептерге байланысты бедеулік дейді. Көп жылдан бері бірге өмір сүріп жатыр. Ешқандай бір қорғанышсыз жыныстық қатынаста, бірақ та жүктілік жоқ, овуляция бар, жатыр түтікшесі өтеді, спермасы жолдасынікі жақсы, бірақ жылдар өтіп жатыр, бірақ жүктілік жоқ. Осыны біз бедеуліктің осы белгісіз генезі, белгісіз осы генез кезінде осы жатыр ішілік инсеминацияны ұсынуымыз мүмкінбіз. Және де вагинизм кезінде бұл әрине әйел адамдардың бір қандай да бір өздерінің мысалы психологиялық бұзылыстарына байланысты, мысалы күйеулерімен мысалы ешқандай бір жыныстық қатынаста болмаған жағдайда вагинизм деген диагноз бар. Біз сол кезде осы инсеминацияны ұсынамыз. Одан кейін әрине овуляцияның бұзылысында немесе овуляцияның болмаған кезінде осы жатыр ішілік инсеминация. Бұл әйелдер тарапынан айтып отырмын. Ал енді ерлер тарапынан айтатын болсақ, көрсеткіштер ер адамдардың шәуетінің субфертильді шәует болуы немесе эякуляторлық жыныстық бұзылуларына байланысты. Бұл қандайды бір осындай жалпы ол күнделікті өмірдегі өздерінің бір жыныстық осындай бұзылыстарына байланысты болады. Ал енді бұл біз мен сіздерге айтқаным бұл жолдасының шәуеті спермасымен жүргізілген инсеминацияны айтатын көрсеткіштері. Ал донорлық шәуетпен жүргізілетін инсеминацияны айтатын болсақ, ол бірінші айтатын болсақ, бұл әйелдердің жыныстық серіктестерін болмауы, немесе әлі де тұрмыс құрмаған қыз келіншектерді айтсақ болады. Және де екіншісі, ол мысалы ондайда бізге ойлап қарасаңыздар, біздің орталыққа ондайда қыз келіншектер келеді. Мысалы, әлі тұрмыс құрмаған, қандай да бір жағдайға байланысты өзінің бір серігін әлі кездестірмеген, бірақ та бала сүйгісі келеді. Міне осындай пациенттерге біз бірден жалпы жаңағы айтқандай эко ұсынбаймыз. Бұл қосалқы репродуктивтік технологияның бірі инсеминацияны ұсынуымыз мүмкінбіз. Және де ал ерлерде бұл қай кезде ерлер тарапынан біз бірақ та донорлық сперманы ұсынуымыз мүмкінбіз. Бұл біріншісі осы ерлердегі бедеуліктердің ауыр түрінде, немесе жаңағы ауыр фактор әсеріне дейді. Азоспермия болған кезде, немесе криптозооспермия, және тағы да басқа эякуляторлық жыныстық бұзылыстар болса, немесе қолайсыз медициналық генетикалық қандай да бір болжамдар, мысалы ерлер тарапынан бір тұқым қуалайтын аурулар болса, бұл инсеминация. Мысалы, мен сіздерге айтатын болсақ, тағы да есте сақтаңыздар, сіздер бізге орталыққа келген кезде біз бірден айтамыз, біз бірден эко бағдарламасын ұсынбаймыз. Біз эко клиникасы болғанымен, біз эко бағдарламасын ұсынбаймыз. Біз жан-жақты бірінші сіздердің бедеуліктеріңіздің себебін анықтап, сол себебіне байланысты біз сіздерге бұл себептен шығу жолдарын, осы жүктілікке қол жеткізу, осы шешу жолдарында біз сіздерге осындай қосалқы репродуктивті технологиялардың көптеген жолдарын ұсынамыз. Ол біріншісі жаңағы мысалы өздігінен жүктілікті пландау дейді, мысалы жоспарлау дейді. Ол қандай? Мысалы сізде овуляция болмаса, сіздің овуляцияңызға қандай да бір дәрі тағайындау арқылы, сіздің овуляцияңызды ынталандыру арқылы, сізге овуляция шақыру арқылы, сізге бір мысалы қолайлы уақытта өз жолдасыңызбен осындай уақытта қосылу дейді. Мысалы оны біз сізге ұсына аламыз. Ол ешқандай сіздің тарапыңыздан ешқандай анализ қажет емес, ешқандай мысалы біздің орталыққа қандай да бір манипуляция дейді, қандай да бір мысалы процеске бір ақша төлеу керек емес. Ол сіздерден өздігінен жүктілікті, бірақ біздің көмегімізбен сіздерге жүктілікті жоспарлау. Ал және екіншісі ол жаңа айтылғанымыз жатыр ішілік инсеминацияны. Жатыр ішілік инсеминацияда жаңағы овуляция болмаған жағдайда деп айтып жатырмыз ғой. Не себептен? Мысалы сіз келдіңіз, сізде етек кіріңізде мысалы овуляция жоқ. Овуляция болмайды. Мен не істеймін, менде жүктілік жоқ, овуляция жоқ. Сол кезде біз сізге осы дәрілік
препараттарды ұсыну арқылы, овуляцияңызды ынталандыру арқылы, овуляцияны шақыру арқылы, жалпы осы фолликулыңыз қандай да бір жеткілікті пісіп жетілген осы көлемге жеткен кезде сол фолликулды жару арқылы, сол фолликулдан аналық жасушаларының босап шығуын бақылау арқылы біз овуляциядан кейін біз сізге инсеминация жасай аламыз. Инсеминацияны біз 3-6 циклға дейін ұсына аламыз. Бірақ та бәрілеріңізге айтамын, оқырмандарым, осында мен өзімнің пациенттерін тыңдап отырсам, маған келіп кеткен қыз-келіншектер тыңдап отырып айтуы мүмкін, бізге бұндай бағдарламаны ұсынған жоқсыз ғой, біз бірінші естіп тұрмыз, ол бағдарлама қайдан, неден деп. Сіздер түсіну керексіздер. Бұл инсеминацияда жүктіліктің болуы мен баланың туылу мүмкіндігі шамамен инсеминация мүмкіндік дейді ғой 10-15% деп. То есть сіздерге біз инсеминация жасаған жағдайда 10-15% сіз бұл бағдарлама арқылы жүкті бола аласыздар. Сондықтан біз айтамыз, инсеминацияның біз сізге 3 әрекетке дейін ұсына аламыз. Мысалы, сол 3 әрекетіне дейін ұсынған кезде сіз инсеминацияның 3 әрекет жүктілік болмайды жағдай болса, әрине біз сізге айтамыз, инсеминация ол деген программа экоға деген бірінші қадам. Мысалы, ары қарай біз мысалы эко әдісін ұсынуымыз уже мүмкінбіз. Біздің орталықтағы инсеминациясын барлық дәрігерлер біз жасаймыз, барлық репродуктолог дәрігерлер жасайды. Оған сіздер кеңеске келсеңіздер болады алдын ала. Өйткені жаңа айтып кеттім, инсеминация бәріне емес, және де оның қарсы да көрсеткіштер бар, оның көрсеткіштері де бар. Және де инсеминацияның біздің орталықтағы бағасы 35 000 теңге. Біз оны айтып отырғанда сіздің ешқандай бір анализдеріңізді қоспағанда, ешқандай бір дәрі-дәрмек ұсынылмай жатқан кездегі айтқаным. Мен ойымша, сіздерді осы кеше осы инсеминацияны мысалы айтылып жатыр ғой, әрине бізде инсеминация жасап жатырмыз. Жас қыздарға, жас қыз-келіншектерге, немесе жалпы қыз-келіншектерге инсеминация жасап жатырмыз ғой. Мен де осы кеше ұсынылған бізде суретте көрсеттік, инсеминация арқылы жүкті болған менің пациентім. Және де осыдан кейін көптеген сұрақтар қойылды. Сол сұрақтарға сіздерге жауап беру мақсатымен сіздерге тікелей эфирге шығып отырмын. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қойсаңыздар болады. Сол сұрақтарға жауап беремін. Сіздер байқасаңыздар, мен сіздерге қайталап өтен, біздің эко орталығында тек қана эко бағдарламасын ұсынбаймыз. Біз барынша жүктілікке қол жеткізу жолдарын ұсынамыз. Ол жолдар дәрілік препараттар арқылы болуы мүмкін, немесе эко бағдарламасы, немесе жай ғана сіздер УЗИ мониторинг өту арқылы, сіздің овуляцияларыңызды мысалы бақылау арқылы біз мысалы сіздерге көмектесе аламыз. Сол себептен қыз-келіншектер, сіздер ойламаңыздар, біз мысалы біресе табиғи циклда дедік, содан кейін инсеминацияны ұсынып отырмыз. Барлығы біздің орталықта бар. Бірақ та біз консультацияда, кеңесте, приемда болсаңыздар, сіздер бізде, біз өзіміз бұл көрсеткіштерге қарай сіздерге бәрін ұсынамыз. Ол барлығын бір әйел адамның басынан өткізу мүмкін емес. Әр процедураға, әр әдіске өзінің көрсеткіштері бар. Ал енді кеттік. Кім эфирге бағанан бері қосылған болса, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Кім жаңадан қосылатын болса, мен сіздерге ескеріп кетемін. Эфир сақталады. Эфирдің сақталу уақыты 24 сағатқа дейін. Эфирдің ұзақтығы бізде 1 сағат болады. Ал сұрақтарыңызды қойсаңыздар, қандай сұрақтарыңыз бар? Мен ойлаймын, сіздердің кешегі қойған сұрақтарыңызға жауап бердім. Сіздер жауап алған шығарсыздар. Кім дайректке жазбағандар мүмкін ұсынуы мүмкін бүгінгі сұрақтарын. Одан кейін жаңағы айтқан, мен инсеминацияны ғана айтып кеттім ғой, мысалы 35 000 теңге деп, бірақ инсеминация деген сіздер инсеминацияға келген кезде айтпақшы ұмыт кеткен. Ұмытпаңыздар, сіздер инсеминацияға әрине анализдер тексересіз, тапсырасыздар, талдаулардан өтесіздер. Инсеминацияға арналған анализдер жиынтығы көп емес. Оған біз бірінші орында ерлер тарапынан тапсыратындар әрине РВГ гепатитіға, және де ерлер тарапынан жағынды алады уролог-андрологтар, және де барлық инфекцияға тексеріледі ер адамдар. Ал әйелдер жағынан айтатын болсақ, бірінші талап жатыр түтікшесінің өткізгіштігі сақталған болу керек. Оған гистеросальпинграфия жасалған болса, және де жақын арада лапароскопиялық операция жасалып, сол операциясының қорытындысы болған жағдайда сіздің жатыр түтікшесіз өтеді дегенде. Және де сондайда жатыр мойнынан алатын жағындылар, жалпы қан анализдерінде біз қарастырамыз, және де осы кеуде қуысының
рентгенография, стимсифлюорография және де басқа да инфекцияларға осындай тексерімдер. Бұлар бізде айтады ғой, міндетті түрдегі тексеру осы тізімдері. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бүгін ешкім активность танытпай тұр. Әрине, после замерші береміз, обследование делайте дейді. Кешірім өтінемін, әрине бұл біздің тақырып оған сәйкес болмаған себептен. Замершіден кейін обследованияға әрине сіздер гинекологтар бізде бар, прием жүргізеді, гинекологтардың кеңесіне алдын ала жазылып келсеңіздер болады. Әрине біз керекті сіздерге талдауларды жүргізіп бере аламыз. Саламатсыздар ма? Сұрақтарыңыз жоқ сияқты, бәріне түсінікті сияқты. Так, кешіріңіздер. Естіліп тұр. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды іздеп жатырмын. Гидросальпингс отсасыз емделе ме? Әрине, гидросальпингс деген жаңағы тағы да айтатын, бағана айтқан жоқпыз ғой, кешіріңіздер. Осы инсеминацияға көрсеткішіне қарсы көрсеткіштердің бірі біз гидросальпингс, сактосальпингс дейміз. Бұл дегеніміз сіздегі қандай да бір жатыр денесіндегі, жатыр түтікшесіндегі қабыну процестері болған жағдайда бізде инсеминация жасалмайды. Гидросальпингске байланысты жаңағы есіме түсіп кетті, сіз сұрақ қойған кезде гидросальпингс отасыз емделмейді. Әрине, ол деген жатыр түтікшесіне сұйықтықтың жиналуы, ол қабыну сұйықтығының жиналуына байланысты. Ол сұйықтықты жиналғаннан кейін жатыр түтікшесі кеңейіп кеткеннен ол ешқандай дәрі-дәрмекпен, ешқандай свечамен орнына келмейді. Өтінішке орай гидросальпингс отасыз емделмейді. Тек қана оған операция жасау арқылы ғана. Келесі эко программасы үшін эмбрион емес сперманы өзін сақтап қоюға болады, и ол қанша жыл сақталады? Әрине, сперманы сақтап қойсаңыз болады. Оның сақталу мерзімі әрине шексіз деп айтсақ болады. Енді мысалы жақын арадағы жылдық. Әрине, сіз деген оның қатырып сақтап қоюына сіз заявление жазасыз, және де күйеуіңіз жолдасыңыз анализдер тапсырады. Және де ол әр сайын сақталуына мысалы ақша төлеп создыруына байланысты, ол сізге қажетті уақытқа дейін, ол біздің орталықта сіздің жолдасыңыздың жалпы спермасы, биоматериал ол сақталып тұрады. Сіз ғана тек кеп сол биоматериалды немесе мысалы жойып жіберуге, немесе қолдануға заявление жазу арқылы ғана, сол кезде ғана біз оны қандай да бір әрекет істей аламыз сол спермаға. Овуляцияны шақыртатын өзінің әдейі жалпы специальный дейді ғой, дәрі-дәрмектері бар. Ол әрине бұл тікелей эфирде айтылатын дәрі емес. Сіздер келіңіздер, приемға келіңіздер, приемда көреміз. Овуляцияны шынымен сізге шақыру керек па, жоқ па? Здравствуйте, Жанна. Ақшасы қанша деп айтып жатырмын мен сізге. Бағасы 35 000 теңге. Ешқандай талдау және де анализдерін санамаған кезде, анализдер бөлек өзіңіздің тұрғылықты жерде поликлиникада тапсырсаңыздар болады. Гидросальпингс туралы және жауап бердім. Саламатсыз ба? Маған жасауға бола ма?
жасау үшін жаңағы айтылып кетті ғой, көрсеткіштерін, қарсы көрсеткіштерін, өзіңіздің себептеріңізді таптыңыз ба біріншіден. Екіншіден, приемға келіңіз, консультацияға келіңіз, қаншалықты сізге көрсетілгенін бірінші қарап көрейік. Жатыр түтікшесі өткізгіштігі болмаған жағдайда әрине бұл инсеминация жасауға болмайды. Жатыр түтікшесінің өткізгіштігі болмаған жағдайда тек эко бағдарламасын ғана кешіріңіздер ұсына аламыз. Миома, жалпы миома матки дейді ғой, біз бірінші және де осы инсеминацияның қарсы бір көрсеткіштерінің тікелей емес, әрине жанама фактор қарсы көрсеткіштердің бірі болып табылатын бұл жатыр ішілік патология дейді. Бұл өзгерістер бірінші тікелей айтатын болсақ, біріншісі синехия, жатыр ішілік синехия болса, және де миома матки болса. Миома дегеніміз субмукозды миома болуы мүмкін, оны мысалы удалить етіп, мысалы гистероскопиялық операция арқылы алып тастап, кейін әрине инсеминация жасауға болады. Және де біз миоманың размеріне қараймыз. Интрамуральды дененің, жатыр денесінің бойындағы бірақта қандай да бір үлкен көлемде болатын болса, әрине миома маткымен біз инсеминацияны ұсына алмауымыз мүмкінбіз. Сізді бірінші УЗИ-ден қарау керек, және де миомаңыздың түрін, типін анықтау керек қандай екен. Саламатсыз болып бала туғым келеді, 3 қызым бар, ол үшін не істеу керек? Ол үшін әрине жоспарлаңыздар. Ол бала туу, әрине сіз жас болсаңыз, және де сіздің әлі де фолликулярлы резерві сақталған болса, әрине сізде әлі де мүмкіндігіңіз бар шығар деп ойлаймын, сізде әлі де бала тууға. Инсеминацияның кері әсері жоқ па? Жоқ, әрине, инсеминацияның ешқандай кері әсері жоқ. Жаңағыдай барлық талаптарды орындаған болсаңыз да, барлық сіз талдауларды, барлық тексерістерді өтіп, бәрі дұрыс болған жағдайда, әрине инсеминацияның кері әсері жоқ. Өйткені біз ешқандай наркоз қолданбаймыз, сізге ешқандай да бір жанама әсер ететін дәрі қолданбаймыз. Ол тек қана сіздің жолдасыңыздың немесе мысалы қандай да бір себептерге барасыз, донорлық сперма таңдасаңыз, сол стерилді түрде ол деген обработка дейді ғой, сондай ол шәует болып табылады, кері әсері жоқ әрине. Саламатсыз ба? Сіздерде полип алдырғаннан кейін еттек қанша уақытта келеді? Менде 11 май келген. Өтінем жекеме жазыңызшы, жекеме жауап беремін сізге. Өйткені бұл полипке байланысты емес тақырып болғаннан кейін оған тікелей эфирімізге жауап бермеймін. Кешіріңіздер. Сәлеметсіз бе? Инсеминация. Так, сұрағымыз аяқталмаған. Гистероскопиялық операцияда труба проходимость көреді ма? Гистероскопия операциясында трубаның проходимости емес, гистероскопия арқылы біз жатыр қуысының ішкі жағдайын көре аламыз. Ол деген эндометрияның қалыңдығын, эндометрияда қандай да бір патология жоқ екен. Бірақ та біз гистероскопия арқылы біз жатыр түтікшелеріне шығатын өзектерін көре аламыз. Өзектері ашық па, эндометриямен жабылған ба, соны анықтай аламыз. Ал жатыр түтікшесінің өткізгіштігін біз гистеросальпинграфия рентген арқылы көре аламыз, немесе ультрадыбыстық сонографиялық осы проходимость тексеретін бар, жақын арада ол да біздің орталықта болады, сол арқылы біз көре аламыз. Гистероскопия арқылы тек қана жатыр түтікшесінің өзегін ғана көре аламыз, ол жатыр қуысынан түтікшеге ауысатын жерін. Гидросальпинг жайлы мен сізге сұраққа жауап бердім. Инсеминацияны қандай жағдайда жасайды? Тікелей эфирдің жоғары жағында жауап беріп кеттім. Эфир сақталады, соны тыңдасаңыздар болады. Сіз кейіннен қосылған тыңдарман болсаңыз. Саламатсыз ба? Қайтадан айтам, саламатсыз Василь ханым, маған бұл жағдайда айтпадыңыз, тек эко деп айттыңыз ғой дейді. Қайтадан айтамын, тек эко деп айтатын себептеріміз бар, және де тек қана инсеминация деп қана айтатын себептеріміз бар. Инсеминацияның арнайы көрсеткіштері бар, қарсы көрсеткіштері бар. Және де қаншалықты сіз сол талаптарға сәйкес келесіз, соған байланысты мен сіздерге жауап бердім. Приемда келсеңіз, әрине біз инсеминацияны біз шетте қалдырмаймыз. Біз барынша инсеминацияны айтуға тырысамыз, ұсынуға тырысамыз, және де жоспарлы түрде жыныстық қатынасты ұсынамыз овуляцияны бақылау арқылы, және де эко бағдарламасы сізге тікелей көрсеткіш болса да ұсынамыз, сізге операцияда көрсеткіш болып табылса ұсынамыз. Біз барлығын ұсынып отырмыз. Жекеме жазыңызшы.
Рахмет, Жанна. Рахмет, Жанна, әрине. Рахмет сізге. Миоматки дейді. Миоманың размерін және орналасу типін және орналасқан жерін қарауымыз керек. Инсеминация бізде 35 000 теңге. Эко бағасы. Эко бағасы неше тұрады дейді. Эко бағдарламасы қайтадан айтып кетерім мен сізге. Эко бағдарламасы бізде орталықта осы жаздың аяғына дейін, қыркүйек айының басына дейін 20% акциямыз әлі де жалғасуда. Эко бағдарламасы 350 000 теңге болатын болса, қазіргі 20% скидкаға байланысты 280 000, және де эко икси бағдарламасы 410 000 теңге болатын болса, 20% скидкамен 328 000 теңге. Менде айынғы өте төмен, инсеминация әдісі жасауға бола ма? Овуляцияны шақырып, менде фолликул өте аз. Айыңғымыз төмен болғанымен, сізді бірінші қарауымыз керек. Біз УЗИ мониторинг, УЗИ фолликулометрия жүргізу арқылы мүмкін фолликулдар саны әрине жеткілікті болуы мүмкін. Және жатыр түтікшеңіз өткізгіштігі сақталған болса, сіздің жасыңызға байланысты әрине оны жеке түрде қарастыруымыз керекпіз. Сіз Шымкент қаласында болсаңыз, ИРМ Шымкент орталығына барсаңыз болады, немесе Алматы қаласында болсаңыз, біздің репродуктивті медицина орталығына Алматы қаласында барсаңыздар болады. Әрине барынша инсеминация сізге көрсетілген болса, біз ұсына аламыз сізге. Саламатсыз ба, сіздерге көрінуге бару үшін қай уақыт ыңғайлы, етеккірдің алдың ба, кейін бе? Етеккірдің әрине циклының бірінші фазасында ыңғайлы болады. Өйткені біз бірінші фазасында біз сіздің фолликулдарыңызды көре аламыз, сіздің эндометрия қалыңдығын көре аламыз, эндометрия қабатын қарай аламыз. Жалпы бізде шындап келген кезде кеңеске любой уақытта келе аласыз. Етеккірден кейін, етеккірге дейін керек болса біз қайтадан шақырамыз. Ұсынатын тағайындаулар болады, біз тағайындауларды айтамыз. Әрине ол деген бір, мысалы, сіздің консультацияңыз кеңесіз бір приеммен ғана аяқталмауы мүмкін. Мониторингқа шақыруыңыз мүмкін, және де сізде қосымша тағы сұрақтарыңыз болса, тағы да келуіңіз мүмкін. Сол себептен сізге көрінуге әр уақытта етеккір циклында келе берсеңіз болады. Сіздердің орталыққа барып толық диагностика өту қанша дейді. Біздің орталықта бір толығымен қандайды бір аталмыш диагностика бір айтылып қойған бір диагностика жоқ. Сізде смотря нені бақылау, нені талдау керек, нені зерттеу керек, және сізде қандай диагностика өту керек. Ол диагностика көрсеткіштерін бірінші қарау керек. Одан кейін бірақ қана сіз біздердің бағаларыңызбен таныса аласыз. Немесе ИРМ сайтына кіретін болсаңыз, ИРМ сайтында барлық біздің осы прайс немесе бағалар тізімі бар. Спайкада бола ма инсеминация? Жатыр түтікшелердің өткізгіштігі сақталған жағдай болатын болса, инсеминация өткізгіштігі сақталған жағдай болса, инсеминация болады. Трубканы қалай ашуға болады дейді. Жатыр түтікшесін. Жатыр түтікшесін қандай жағдайда ашуға болады? Если сізде рентген жасап, рентген жатыр түтікшесін өткізгіштігі жоқ, немесе жартылай өтеді, немесе өткізгіштігі нашарлаған дейтін болса, әрине біз сізге лапароскопиялық операция ұсынуымыз мүмкінбіз. Сізде осы уақытқа дейін лапароскопиялық операция болмаса. Немесе қандай да бір себептерге байланысты жатыр түтікшелерін байлап тастаған жағдай болатын болса, әрине ондай түтіктерді біз ашпаймыз. Саламатсыз ба, жасым 28-де, 2 балам бар, егіздерді қалай босануға болады? Кешен сұрағыңызды түсінбедім, егіздерді босану ма, немесе егіздерді көтеруге ма? Инсеминация мен стимуляция бір нәрсе емес. Жоқ, әрине, инсеминация мен стимуляция бір нәрсе емес. Стимуляция дегеніміз, сізде фолликул өспесе, овуляцияға фолликулыңыз ұшырамаса, сол кезде біз сізге стимуляция жасаймыз, ынталандыру жасаймыз. Стимуляция жасау арқылы фолликулдарыңызды өсіреміз. Ал инсеминация дегеніміз, ол сіздің жолдасыңыздың шәуетін алып, жатыр қуысына енгізуді біз инсеминация дейміз. Стимуляцияның көмегімен біз сізге инсеминация жасай аламыз. Немесе жай ғана табиғи циклда сіздің овуляцияңыз болған жағдайда, овуляциядан кейін инсеминация жасай аламыз. Саламатсыз ба? Менде сол жақта проходимый жоқ дейді.
сізде сол жақта проходимость жоқ болған жағдайда, бірақ та оң жақ түтікшеңіз өткен жағдай болатын болса, УЗИ мониторинг жасау арқылы сіздегі УЗИ мониторинг жасау арқылы оң жақ түтікшесінің өткізгіштігіне байланысты әрине біз стимуляция жасау арқылы, біз бақылау арқылы, бірнеше бақылау арқылы барынша оң жақтан овуляция болғанын күтеміз. Бірақ өткіншке орай болады ондай жағдай, оң жақтан күткен жағдайда күткен жағымыздан овуляция болмай қалуы мүмкін. Әрине ол кезде біз сізге жаңағы айтқандай мүмкін қандай да бір ешқандай сізде осы уақытқа дейін ешқандай операция болмаса, ештеңке болмаса, бірақ та сіздің жасыңызға байланысты мүмкін лапароскопиялық операция ұсына аламыз, немесе мүмкін сонда екі жақтан да проходимость сізде болмаған жағдайда әрине эко бағдарламасын ұсынуымыз мүмкін біз. Сәлеметсіз бе, овуляцияны тест арқылы көруге бола ма? Әрине арнайы овуляциялық тесттер бар, сол тесттерді көрсеңіздер болады, бірақ ол тесттердің қаншалықты сезімталдығы әрине біз білмейміз, бірақ та овуляциялық тест жасатады, өйткені кейбір қыз-келіншектерде әрине барлық жақын жерде орналаспаған УЗИ бара алмаған жағдайда әрине осы овуляцияны санау арқылы тест арқылы көруге болады. Әрине жолдасыңызды 43% инсеминация жасатса мүмкіндік бар ма? Если 43% деген ол сіз жалпы айтып жатырсыз, біз спермограмма жолдасыңыз тапсырған кезде біз тек қана пайызына ғана қарамаймыз, оның құрылысына да қараймыз, және де март тестін де бағалаймыз. Әрине оған көрсеткіштері сәйкес болып тұрса, талаптарға сәйкес болса, жатыр түтікшеңіз өтсеңіз, әрине сізге инсеминация жасау мүмкіндігіңіз бар. Стимуляциясыз эко жасатуға бола ма сіздерде? Әрине стимуляциясыз эко жасатуға болады. Стимуляциясыз эко дегеніміз, ол айтып жүрген біздің табиғи циклда эко бағдарламасы. Осы стимуляциясыз эко бағдарламасын сізге айта аламыз. Инсеминация жасаған соң неше күнде табиғи эконы қандай? Инсеминация жасаған соң неше күнде дейді. Инсеминация жасағаннан кейін тестті қанша күнде көре аламыз? Сіздер инсеминация біз жасағаннан кейін әрине біз лютеинді фаза немесе екінші фазаны біз поддержка жасаймыз. Ол деген мысалы прогестерондық препараттар тағайындау арқылы сізде барынша мысалы поддержка жасау арқылы бізде мысалы сіздің етеккіріңіздің келесі ретті күнін күтеміз. Әрине біз инсеминация жасап отырып біз келмегенін әрине барынша ойлаймыз. Содан кейін сіз 10 күннен кейін, 14 күннен кейін тест жасайсыздар. Тест 10 нәтиже көрсеткен жағдайда ХГЧ тапсырасыздар. Одан кейін арғарай УЗИ өтсеңіздер болады. Табиғи эконы қандай адамдарға жасайды? Табиғи эконы жасаймыз әйел қыз-келіншектердің жасына байланысты біріншіден, овуляторлы резерв, фолликулярлы резервтердің төмендеуіне байланысты эко табиғи циклда ұсынуымыз мүмкін, және де гормоналдық препараттармен овуляцияны стимуляциялау, аналық без стимуляциялау қарсы көрсеткіштері бар қыз-келіншектерге табиғи циклдағы эко бағдарламасын ұсынамыз. Менде АМГ 2,41 қалыпты ма? Әрине қалыпты. Стимуляцияда көтеру мүмкіндік. Стимуляциямыз инсеминацияда көтеру мүмкіндігі де жүктілік болу, және де ол баланы туылу мүмкіндігі шамамен 10-15%. 10-15%. Инсеминация салған соң неше күнде тест көруге болады? 10-14 күн ішінде тестті көрсек болады. Саламатсыз ба? Мен басқа облыстан едім, жол ашық па? Және трубопроходимость жасатқан 7 жыл бұрын соның рентген жарай ма, әлде қайта жасату керек па? Саламатсыз ба? Сіз жол ашық екенін әрине мен қазіргі уақытта білмеймін, біле алмаймын, сіздерге жауап бере алмаймын. Жатыр түтікшесінің проходимостьін сіз 7 жыл бұрын тексерткен болсаңыз, әрине қайталауға тура келеді. 7 жылдан бері әрине көп жағдай өзгерді. 7 жылдан бері ешқандай жүктілік болмаса, ешқандай өзгеріс болмаса, қайтадан тексеріп көруге болады. Тексеріп көру керек. Менде егер сол жақта фолликула өсіп, овуляция сол жақтан болса, менде шанс жоқ па көтеруге, егер проходимость болмаса? Менде егер сол жақта фолликула өсіп.
Әрине сізде сол жатыр түтікшеңіз өткізгіштігі болмаса, бірақ сізде сол жақтан ғана овуляция бола беретін болса, әрине көтеру мүмкіндігі өте төмендеп кетеді. Егер де оң жақ жатыр түтікшеңіз өткізгіштігі сақталған, оң жақтан сізде овуляция болатын болса, көтеру мүмкіндігі бар. Және де инсеминацияны да осы кезде мүмкіндігі, және де инсеминация нәтижелігі болуы мүмкін, әбден мүмкін. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар қойыңыздар. Әлі бізде уақытымыз бар, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін. Кейбір сұрақтарды өткізіп алған болсам, егер де өткізіп алған жағдай болса, әрине ол сұрақтар біздің бүгінгі тікелей эфирге қатысы жоқ сұрақтар болар. Ренжімеңіздер, жекемізге жазсаңыз болады, ИРМ Шымкент жекесіне, немесе маған дәрігер Есенқұлова инста парақшасына жазсаңыздар болады. Менің телефон номерім болса, менің телефон номеріме де жазсаңыздар болады. Барынша жауап беруге тырысамыз. Менде лапароскопия болды, киста алдырттым, бірақ әлі де результат жоқ. УЗИ бәрі жақсы дейді. Маған да жолдасыма да сол операцияның зияны жоқ па? Әрине, сізде кистаны алдыртқаныңыз өте дұрыс болды. Лапароскопиялық операцияны кистаны алған смотря қандай киста алды, және де қай уақытта жасады. Лапароскопиялық операцияның лапароскопиялық операциядан кейінгі жүктіліктің болу мүмкіндігі өздігінен 6 мен 12 айға дейін, және де ол 30-60% жағдайда сізде лапароскопиялық операциядан кейін спонтанды өздігінен жүктілік болады. Сізге ешқандай зияны тиіп кетпес деп ойлаймын, өзіңізді жақсы сезінсеңіз. Мүмкін басқа да бір себептері бар шығар, басқа да себептерін қарастырыңыздар. Невропатолог көтеруге рұқсат бермесе не істейміз? Кешіріңіз, біз ештеңе істей алмаймыз. Емделу керек болса, басқа да сіздің қосалқы қандай да бір дерттеріңізге, ауруларыңызға байланысты бір жерде созылмалы ауруларыңызға байланысты учетта тұрсаңыздар, тек қана сол жеке саладағы дәрігердің рұқсатын алып келмей, әрине бізде сіздерге ештеңе жасай алмаймыз, сіздерге көмектесе алмаймыз. АМГ гормоны 1,6, жасым 25-те, ол аз ба? АМГ гормоныңыз әрине орташа сіздің жасыңызға, бірақ та УЗИ жасау арқылы фолликулдарыңызды санау дұрыс болады. Өйткені АМГ гормонын түсіңіздер, ол сіздердің қағаздарыңыздағы результат. Нақты картина, нақты суретті біз сіздерді көру арқылы, сіздердің аналық бездеріңізді көру арқылы ғана сіздерге жауап бере аламыз. Кешіріңіз, мен сіздерге жауап бере алмаймын. Жасым 41-де климакс болып қалмас үшін не істеуге болады? Не істеуге болады? Климакс болады, біз табиғатқа қарсы тұра алмаймыз, жасыңызға байланысты. Әрине ол болады. Климакс біз білмейміз қай уақытта келетінін, 41-де ме, 45-те ме, 49-да ме, 50-де ме, 35-те ме. Сол себептен тұрғылықты жерде гинекологқа қаралыңыз. Қандай да бір гормоналдық өзгерістер болса, гормоналдық өзгерістеріңізді реттеңіз. Дұрыс тамақтаныңыз. Көбірек, мысалы, қанша 7 сағат ұйықтау ұсынылса, солай ұйықтаңыз, витаминдер қабылдаңыз. Климаксқа ешкім қарсы тұра алмайды, кешіріңіз. Біз тек қана климакс кезінде сіздің жағдайыңызды жеңілдете аламыз. Бұл климакс кезінде өзінің симптомы дейді, өзінің бір белгілері бар. Сол белгілерді сіз деген бір қатты сезінбес үшін, немесе сіздің қатты бір қиналмас үшін соған ғана жеңілдететін ғана біз дәрілер ұсынуымыз мүмкін. Бірақ та климаксты тоқтата алмаймыз, өкінішке орай. Эко жасау үшін қанша уақыт кетеді? Ол сіздің жалпы денсаулығыңызға байланысты, және де сіздің талдауларыңызға байланысты, сіздің осы талдаулар нәтижесіне байланысты. Барлығы жақсы болатын болса, эко бағдарламасына бар жоғы етеккірдің 2-ші күннен бастайтын болсақ, бар жоғы 20 күн осы стимуляцияға кету мүмкін. Подсадкасына да сол 5 күннен кейін подсадка жасату мүмкін. Сонымен бар жоғы сізде анализдерін жинаумен бар 1 айдай уақыт кету мүмкін. Гинекологқа көрдім, 2-3 рет лечение алдық, анализдер барлық жақсы дейді, бірақ 2,5 жылдан бері көтере алмай жүр. Күйеуінің де анализдер жақсы деген. Және жоғарыда айтылып кеттім, жатырішілік инсеминацияға көрсеткіштің бірі бедеуліктің қандай да бір белгісіз белгісіз генезі, бесплодие неясного генезі. Если сізге ешқандай кедергі болмаса, бірақ жүктілік болмаса, әрине қандай да бір уже әрекет істеп көрсе сізге болады.
трубка байлатады, бала көтермеу үшін. Сол денсаулыққа зиян емес пе? Жоқ, әрине, ол денсаулығыңызға зиян емес. Сіздің мүмкін трубкаңыз байлайды именно сол себептен, чтобы сізге бала көтеру сіздің денсаулығыңызға зиян болмас үшін. Экомен көтеріп 21-не босанып алдым. Енді қанша уақыттан кейін тағы жасатсам болады? Қай айдың 21-не? Әрине, бізде паритет родов дейді, немесе паритет жаңағы жүктіліктің арасындағы өзінің определенный, мысалы, қандай да бір уақыт бар, сол уақытсыз сақталды. Ол бізге бір эко жасау үшін емес, басқа үшін емес, ол сіздің денсаулығыңызға зиян келтірмес үшін. Жоқ дегенде 2 жыл уақытты сақтағаныңыз жөн болар. Гормонға тапсырыңыздар. Біз гормонға тапсырмадық, тек инфекция УЗИ. Гормонға тапсырып көріңіздер. 2 труба болмаса эко жасауға бола ма? Әрине, 2 труба болмасаңыз экоға тікелей көрсеткіш. Саламатсыз ба? Кешіріңіз, жоқ, мен ешқайда барған емеспін. Саламатсыз ба? Фолликулярный киста жайлы не айтасыз, ол неден болады? Фолликулярный киста дегеніміз, ол сізде оған да бөлек тоқталамыз, киста тақырыптарына, немесе басқа да әріптестерін тоқталған шығар. Фолликулярный киста дегеніміз, сіздің овуляцияға ұшырамай қалған фолликулдың, ол овуляцияға ұшырамаған фолликулдың кейін кистаға айналып кетуі мүмкін. Оның ешқандай қорқынышы, зияны жоқ. Фолликулярды киста немесе функционалды киста деп аталады. Ол келесі етеккірге дейін жойылып кетуі мүмкін. Әрбір цикл сайын қайталануы да мүмкін. Климакс болса, эко бола ма? Климакс жағдайы болатын болса, әрине сіздің аналық безіңізбен, сіздің аналық жасушаларыңызбен эко бағдарламасы мүмкіндігі өте төмендеуі мүмкін. Саламатсыз ба? Аспермия диагнозымен эко жасауға бола ма? Кешіріңіздер, жауап бермеймін. Уролог-андрологтарға бұл сұрақ. Әрине, ол аспермияның бірінші себебін анықтау керек, және де толығымен тағы да тексеру керек аспермияның себебін, және де ол себебін емдеу жолдарын. Сіздердің клиникада лапароскопиялық жасайсыздар ма, және қанша? Әрине, біздің орталықта лапароскопиялық операциямыз бар. Лапароскопиялық операцияның өзі ғана тұрады біздің орталықта 100 000 теңге, және де сіз ол бөлек наркоз бар, жату күндері бар. Біздің орталыққа сіздер консультацияға хирургтарға келсеңіздер болады. Бұл сұрақтардың барлығы хирург-гинекологтарға. Біздегі хирург-гинекологтар күнделікті уақытта дүйсенбіден жұмаға дейін қабылдайды. Сізге смотря лапароскопияның қай себеппен көрсеткіш бар екен көру керек, келіңіздер. Егіздерді қалай көтеруге болады? Табиғи жолмен, онда календары бар ма? Әрине, календарды біреу есептеп беріңіз, тағы да басқа деп жатады. Әрине, табиғи жолмен егіз көтеру сізде әбден мүмкін, бар шығар мүмкін. Бірақ та календар туралы мен ешқандай мысалы мағлұматты білмеймін. Бірақ эко бағдарламасымен әрине егіздер көтеріп жатады, сіздің денсаулығыңызға зиян болмаса. Эконы қанша теңге екенін айтып кеттімін. Фолликулы өседі, бірақ жарылмай кішірейіп кетеді. Қандай гормоннан болады дейді. Сіздердің фолликулдарыңыздың мониторинг жасау арқылы біз оны фолликулдан жарылмаса, дәрі тағайындау арқылы біз ол фолликулдарды жарылуына көмектесе аламыз. Көмектесуге болады, қандай да бір препарат тағайындаса болады. Науқан бар ма сіздер? Әрине, бізде акция жүріп жатыр, біздің орталықта айттық қой. Жаздың аяғына дейін, бізде қыркүйектің басына дейін 20%, бізде 20% эко бағдарламасына 20% скидка жүріп жатыр. Эко және X-еміні кімде осында сертификат бар, әлі де қолданып үлгересіздер. Кімде жоқ, сіздерге қажет болса приемға келіп қарасаңыздар болады. Және де осы табиғи циклдағы эко бағдарламасына бізде 200 000 болып жатыр. Ол да бір науқан. Одан кейін уролог-андрологтарда талдау өткізу арқылы спермограмма, жолдасыңызға керек спермограмма тапсыру науқаны бар. Оған да бізде скидка жүріп жатыр. Әрине, бәрі болып жатыр. Консультацияға кімге және қай врачқа барасыз? Консультацияға сіз бараласыз, сізге именно репродуктолог дәрігерлер келетін болса, біздің орталықта
менімен қатар тағы да 3 репродуктолог дәрігерлер бар. Жалпы біз 4 репродуктолог дәрігеріміз, 2 уролог андролог дәрігер бар, және де 2 хирург гинеколог дәрігерлер бар. Сізге кімнің консультациясы қажет, сол кісілерге регистратураға хабарласу арқылы, немесе біздің сайтқа кіру арқылы, сол кісілер ол мәлімет мағлұмат алу арқылы осы сізге қай дәрігер керек, сол дәрігерге жазылсаңыз болады. Неше балаға дейін эко салдыруға болады? Сұрағыңызды түсінбедім, кешіріңіз. Сұрақтарыңыз болса қойып үлгеріңіздер. Біздің тікелей эфир аяқталуына сәл ғана уақыт қалды. 5 минутта тікелей эфирді аяқтауымыз мүмкінбіз. Сұрақтарыңыз болса қойып қалыңыздар. Үлгермеген жағдай болса, сіздер жекеге жазсаңыздар болады. Бағана тақырыптан тыс сұрақтар көп болды. Ол сұрақтарды жекеге жазыңыздар. Жекеде жауап береміз. Әрине, ол тақырыптарды сіздерді қызықтыратын тақырып болған себептен ол тақырыпты біз келесі тікелей эфирдің тақырып ретінде таңдай аламыз. Келесі бір посттарға біз ол тақырыпты ұсына аламыз. Сіздерді қандай тақырып, қандай сұрақтар қызықтырады, қойыңыздар. Әрине, әрбір сұрақтарыңызды қарастыруға барынша біз тырысамыз. Қазір өткен карантин жағдайына байланысты көптеген пациенттер приемға келе алмай қалуы, бірақ сұрақтары болуы мүмкін. Әрине, биопсияға науқан бар ма? Қандай биопсияға, кешіріңіз? Саламатсыз ба? Фолликулдар кішкентай болса, қандай анализдер тапсыру керек? Фолликулдарыңыз кішірек болған жағдайда УЗИ-ден қарау керек, және де ол гормондар тапсырғаныңыз жөн болады. Этикрдің 2 мен 5 күн аралығында ол қалқанша бездің гормондарын, сүт бездерінің гормондарын және де жыныстық бездерінің гормондарын тапсырсаңыздар болады. Бедеуліктің анықталмаған түрімен кімге көріну керек? Бедеуліктің анықталмаған түрі болатын болса, сіз дәрігер репродуктологқа қараласыздар. Және айтып кеткендей, бізде орталықта 4 репродуктолог дәрігер бар. Таңдап келсеңіз болады. Экодан соң өзіңіз көтере аласыз ба? Әрине, жатыр түтікшелеріңіздің өткізгіштігі сақталған болса, овуляцияңыз сақталған болса, экодан кейін көтеріп кетуіңіз әбден мүмкін. Хирургияға қанша акция болады? Осы хирургияға акция туралы ешқандай, шын айтсам, мен айтады ғой, ешқандай ақпаратты білмеймін. Әрине, сұрастырып көреміз. Хирургтарға сұрағыңыз болса, жазсаңыз болады, жекеге сіздерге жауап береді біздің менеджерлар хирургия бойынша. Эндометриоздан қалай құтылуға бола ма? Эндометриоз тақырып деген өте үлкен тақырып, оған бөлек әрине эфир арнау керек, бөлек пост арнау керек. Эндометриоздан құтылуға болады. Эндометриоздың емі ол тек жүктілік. Толық тексеріп, эко жасату қанша болады? Эко бағдарламасының бағасы бағана ұсынып кеттім. Толық тексерілгенде сіздің анализдеріңізге, қандай анализдер? Барлық толық анализдер сіз өзіңіз поликлиникаңыздан өтсеңіз болады, немесе біздің орталықта, немесе басқа да лабораториялардан өтсеңіздер болады. Оның бағаларын біз білмейміз. Және де тағы да қосымша мүмкін тексерістер қажет болып қалар. Ол сұрағыңызға толығымен жауап бере алмаймын, кешіріңіз. Фолликул 40 штуктан астам ол неден болады? Өте жақсы, сіздің фолликулыңыз 40 штуктан астам болатын болса, ол деген өте жақсы, сіздің фолликулярлы резервіңіз өте бай деген сөз. Мен репродуктологпын, Есенгулова Асель Мұхаммед-Казиевна болады атым. Экоға қанша теңге кетеді? Айттым, 328 мың теңге акциямен, және де 280 мың теңге. Мен аты жөнім Есенгулова Асель Мұхаммед-Казиевна. Можно на русском вопрос задать? Да, конечно, можете на русском задать. Ответим и на русском. Осы эфир сақтала ма? Әрине, эфир сақталады. Те, которые хотят услышать этот же эфир на русском языке, вы можете ждите наши следующие новости. У нас следите за лентой, у нас следующий эфир у нас будет именно на русском языке, проведут другие репродуктологи, мои коллеги, и можете посмотреть и задать там тоже вопросы. Қазақша түсініксіз болған жағдай болса, бізде басқа да дәрігерлер бар, орыс тілінде тікелей эфирді жүргізетін, сол кісілердің тікелей эфирін тыңдасаңыздар болады. Немесе сол дәрігерлерге, репродуктологтарға приемға келсеңіздер болады. Біз барынша орысша да
тікелей эфир жүргіземіз, орысшада прием жүргіземіз. Еш қысылмаңыздар, тіл білмеймін десеңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, барлықтарыңыздың сұрақтарыңызға рахмет. Сұрақтарға жауап беріп үлгермесем, жекелерімізге жазыңыздар. Бүгінгі тікелей эфир сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере алдым деген ойдамын. Келесі кездескенше, амандықта кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға әр үйге, әр сәбиден болсын. Тек қана жақсылық болсын. Сау болыңыздар.